азаматтарымыздың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін және еліміздің тұрақтылығын сақтап қалу мақсатында президент мұздай қаруланған қаскөйлерді ескертусіз атуға тапсырма берді. Бұл өз кезегінде лаңкестерге психологиялық жағынан үлкен соққы болған даусыз. Жаңа бас прокурор айтқандай, қаскөйлерге қарсы қару қолдану президент тапсырмасына дейін басталып кеткен болатын. Мемлекет басшысына бұл оңай шешім болмаған анық. Қарулы қаншерді сол кезде сөзбен, дубинкамен тоқтату мүмкін болмады. Өкінішке орай бейбіт тұрғындар да жауынгерлерді оққа ұшты. Қаза тапқан кінәсіз азаматтарымыздың иман саламат болсын. Қандай да бір әңгіменің логикасы болу керек. Егер президент бейбіт халыққа қару қолданың десе, қаңтар оқиғасын бастаған Маңғыстау халқына неге оқ атылмады? Ақтау, Жаңаөзен, Бейнеу, Шетпе, Жетібай және де басқа өңірде елді мекендердің тұрғындары 7 қаңтарға дейін көшеде тұрды. Неге көшеге шыққан Қостанайдың, Павлодар